Мемлекет басшысы өз жолдауында 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялай отырып, техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау қажеттігіне тоқталды. Сондай-ақ жұмысшы мамандықтарды дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттаймыз деген болатын. Ал бұл осы бір маңызды салаға мамандар даярлайтын оқу орындары үшін үлкен жауапкершілік. Айталық, Шымкент қаласында орналасқан 80 жылдан астам тарихы бар индустриалды техникалық колледжі кәсіптік техникалық маман иелерін даярлайтын бірегей үлгіде жабдықталған оқу орны. Мұнда бүгінде 1900-ге тарта студент электр газымен дәнекерлеуші, токарлық іс, электромонтер, автоэлектрик және автослесарь сынды сұранысқа ие мамандықтары бойынша білім алып жатса, кәсіптік оқу ордасы 2020 жылы жас маман жобасы арқылы қажетті заманауи жабдықтармен толықтырылған. Бұл бізге жас маман арқылы келінген заманауи жаңа үлгідегі аппараттар. Бұл уже 3-4 жыл болып қалды келгеніне. Бұл жерде бұлардың басқа аппараттардың ерекшелігі, бұл аппараттардың бір өзінде бірнеше функция жұмыс атқару мүмкіндігі бар. Мысалы, біз бұл жерде бірінші курс дайындағаннан кейін, бірінші курста алғашқы біз жаттығу жұмыстарынан бастаймыз. Доғаларды жағып, темір балқыту арқылы бір-біріне жіктерді бекіту жұмыстарын осы жұмыс балаларға үйретеміз. Бірінші курста негізінде олардың жұмысы жеңілдеу болады да, екінші курстан бастап біз олар күрделі болсын аппараттармен жұмыс істеуге мүмкіндік береміз. Яғни аргон аппараты бізге түрлі түсті металдарды ват етуге арналған. Бұл аргонда біз мысалы екі түрлі функциясы бар. Біреуінде ол алюминийді айнымалы тоқта қалай пісіру керек екен. Соны кейін нержавейка мысалы темірін оны постоянно тоқта қандай жұмыс істеу керек екен мүмкіндік өте жақсы жасалған. Сол ват етем үйренеді балдар. Колледжде токарлық ісі, электрогазмен дәнекерлеуші мамандықтары озық үлгідегі жабдықтармен қамтылған. Осы орайда колледж директоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор Исахметов Тілек Исахметұлымен арнайы сұхбаттасқан болатынбыз. Биыл 2025 жылда президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Қазіргі таңда жұмысшы мамандықтардың беделін көтеру, жұмысшы мамандықтарға адамдарды көптеп тарту мәселесі бұрыннан көтеріліп келе жатқан. Президентіміз осының уақытысында қолға алып, қазір президенттен бастап барлық министрлік деңгейде және де барлық әкімшіліктерде осыны қолға алып, біздің әкімшілік қаулы шығарып жоспар жасап, сол жоспар бойынша қазір 2025 жылдан бастап, басынан кешегі қаңтар айынан бастап, біз осыған жұмыс мамандықтарды дәріптеуге, соны үгіттеуге, соларды түсіндіруге, айтуға бәрін біз кірісіп кеттік. Осы индустриал техникалық колледжде бұл 80 жылдықтан астам тарихы бар. 1942 жылы Шымкент қорғасын заводына осы жерде токарлар дайындаған. Бәрімізге белгілі ғой, сұрапыл соғыс кезінде 10 оқтың 8-і осы қорғасын заводынан шыққан, бәріне белгілі. Бұл бірінші училище болды, одан кейін лицей болды. 2011 жылдан бастап барлығы колледж деген атаққа ие болды. Қазіргі таңда біздің колледжімізде 1870 студент білім алуда. Осыдан 7 жыл, 6 жыл алдын біздің колледжде осы оқушылардың саны 550 еді. Қазір былай қарасақ 300-ден артық көбейіп кетті. Біздің қазір мемлекет осы оқып жатқан біздің жұмысшы мамандықтарында оқитын студенттерге үлкен жағдай жасалып отыр. Бірінші кезекте өздеріңіз білесіздер ғой, бұрын баяғыдан келе жатқанда осы колледждерде жұмысшы мамандықтарға әсіресе көп балалы отбасыдан шыққан балдар, және де толық емес отбасыдан шыққан балдар, сонымен қатар әлеуметтік жағдай төмен отбасылардың балдары келетін. Яғни айтқанда бұл жерде біз бір мезгіл тегін тамақ береміз. Және де барлығын стипендиямен қамтамасыз етеміз. Сонымен қатар жаңағы әлеуметтік жағдай төмен балдарға киімдей, немесе қаржылай біз көмек көрсетеміз. Сол мәселесі бойынша да көптеген ата-аналар қазіргі таңда осыны таңдап жатыр. Ең бастысы осы колледжімізді бітірген түлектер 100% жұмыспен орналасады. Айталық, токарлық ісі мамандығына арнап алынған заманауи жабдықтар арқылы индустриалды техникалық колледжінде құзыреттілік орталығы құрылған. Бізге жас маман бағдарламасы аясында бізде осы токарлық станоктар келді, сандық бағдарламамен басқарылатын токарлық станоктар келді.
атап айтатын болсақ 510-дық және 310-дық және фрезерлік станоктан. Қазіргі таңдағы заман талабына сай заманауи технологиямен жабдықталған біздің сандық бағдарламамен басқарылатын станоктарда жұмыс жасау және жұмыстың тиімділігін арттыру, одан кейін балалардың жұмыс жасаудағы адамдардың қауіпсіздігі өте кең көлемде қарастырылған бұл станоктарымызда. Және бұл станоктарымыз қаладағы өте үлкен кәсіпорындар қолданысқа пайдаланады. Бұл станоктардың артықшылықтары заман талабына сай бір детальді жасаған кезде бірнешеуін бір программа жазып, мастеркам бағдарламасында программа жазып, бірнешеуін қайта-қайта жасауға мүмкіндік береді. Біздің колледжіміз қатарынан 2-ші жылы республикалық чемпионатта токарлық іс мамандығы бойынша студенттеріміз 1-ші орын иеленді. World Skills чемпионатының токарлық ісі бойынша өтетін республика көлеміндегі барлық жарыстар нақ осы оқу орнының базасында өтеді. Себебі аталмыш мамандыққа арналған бірегей жабдықтар сұранысқа ие мамандар даярлауға оң әсерін тигізіп отыр. Бұл құрылғылар күнделікті өзіміз қолданып жүрген шиномонтаж құрылғылары, аппараттары, жаңағыдай жел беру, мынау балансировочный, баллон теңестіріп, жаңағыдай жүрісіне ыңғайлылық істеп береді. Бұл диагностикалық аппарат жаңағыдай әртүрлі ақауына байланысты өлшеп, жаңағыдай есептеп несін, диагностикасын бәрін шығарып беретін осы диагностикалық аппарат. 2016 жылға шейін көліктерді. Бұл өйткені пирмен келген еді бізде 2014-тен бері. 16-ға дейінгілерді түсіріп берді. 17-лерді олар уже жаңа технологиямен уже басқа не заказ беріп, ол басқа жақта. Индустриалды техникалық колледжінде оқытылатын жоғары сұранысқа ие мамандықтардың бірі электрогаз мен дәнекерлеуші мамандығы. Бұл бойынша практикалық шеберханасы жас маман жобасы арқылы дәнекерлеуге арналған соңғы үлгідегі барлық қажетті жабдықтармен қамтылған. Осы мынау М250 маркалы стендіміз. Бұл стенд жалпы былтыр осы колледж басшылығымен алынған. Осы 2 жылдан бері колледжде осы құрылғыны пайдаланамыз, балдарға түсіндіреміз. Бұл стендтің бізге негізгі беретін бірінші пайдасы көп СТО-да қазір мысалы бір генератор шешіп алып, немесе статор шешіп алып, бұзылған ақауын жөндеп, цифра шығарып береді мына жерде. Осы стенд арқылы көріп, көзіміз жеткізіп, жаңағы жұмысшылардың жұмысын жеңілдету мақсатында ойлап шығарылған стенд. Генератор және стартер. Осы 2 құрылғыны несін шығарып береді. Мекемеде электромонтер мамандығы бойынша студенттер білікті маманы танып шыға алады. Ол үшін арнайы практикалық дәрістер жаңадан алынған жабдықтар арқылы өтіледі. Ең мықты стендтердің бірі жасыл энергетикаға арналған стендтер. Осы 2 стендіміз күн және жел электр станциясына арналған стендтер. Енді бізде бірінші көрсететіміз жел электр станциясына арналған стенд. Оның басында негізі лопасть болу керек. Лопасттың орнына біз электродвигатель арқылы энергия қалай шығарады көрсетеді. Екінші стендіміз күн жарығынан тоқ алу. 12 вольт, 24 вольт шығарып береді. Қазіргі заманғы талапқа сай 2 стендтер завод фабрикалардың электроснабжениясының схемаларын жинайтын стенд. Бұлай айтқанда лабораториялық стенд Зарница фирмасынан. Берде схемасы жиналып тұр, дайын тұр, неде қанша не айналып тұрған көрсетіп тұр. 1786-87 оборот беріп тұр. Бұл аппарат бізге 2014-те келген топливный аппаратура, форсункаларны дизелевый аппаратура, қазір тұрған аппаратура мазовский, однорядный. Мына астында тұрған двухрядный ол камазовский. И дозировкасын тексеріледі. Легковойның ішінде и грузовойлардың аппаратурасын тексереміз. Оқып шыққан балдар өздерді СТО ашып істеп атқан балдар да бар. Жас маман жобасы арқылы алынған технологиялармен бұл мамандықты меңгеріп жатқан жастар да аз емес. Ұлдархан Олиханқызы, Бекасылбек Тұрған, Кемел ақпараты.